Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Facebook желісінің оқырмандары және тыңдармандары. Әрбір күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мен Қазақстан Республикасы Түркістан облысы Жетісай ауданы номер 57 Сарыарқа жалпы орта мектебінің өзін өзі тану пәнінің мұғалімі Құралова Майра Тоқтарқызы боламын. Менің бүгінгі баяндамамның тақырыбы адалдық адам бойындағы ізгі қасиет деп аталады. Баяндаманың мақсаты болашақ ұрпағымызды адалдыққа, әділдікке, парасаттылыққа баулу болып табылады. Адалдық адам мінезіндегі бағалы қасиет. Жеке тұлғаның сана сезіміне, ар-ұжданына қайшы келмейтін, халықтың мақсат мүддесін көздейтін, тарихи шындықпен, прогресспен ұштасып жататын іс-әрекеттер. Қарапайым халық әрқашанда адалдық қасиеттерін кіршіксіз таза ұстауға ұмтылады. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қолы өнерлі қазақтың әулиесі сол дейді Абай атамыз. Адалдық адамның жеке басы мен моральдық тұлғасын сипаттайды. Ол туа пайда болмайды. Қоғамның дамуына сәйкес әрбір адамның өнегелі тәрбиесіне, оқып білім алуы мен адал еңбектену жолында қалыптасады. Адалдық жеке тұлғалар мен адамдардың абырой атағын арттыратын ізгі қасиет. Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыз адалдық турасында мақтан үшін мал жима, жан үшін жи, ғибадат пен адалдық ар үшін жи деп, бақыттың өзі адалдыққа негізделетінін айта келіп, адалдықтың ар біліміне қатысына да ерекше көңіл бөледі. Шәкәрім атамыз өз шығармаларында адалдықты қорғау қажеттігін, ол үшін адам бойындағы асыл қасиеттердің бірлікте болуын ашып көрсетеді. Осы орайда мен сіздерге Шәкәрім атамыздың тәрбиелік мәні үлкен, анадан алғаш туғанда деген әнін орындап беремін. Анадан алғаш туғандай, жыладым неге дауыстап, кіндікті кесіп қиғандай, анамнан кеттім алыстап. Кіндікті кесіп қиғандай, анамнан кеттім алыстап. Ақ сүтке әбден тойғандай, аштықты ұмыттым анықтап, жылауды мүлдем қойғандай, ұйқыда күлдім шалықтап. Жылауды мүлдем қойғандай, ұйқыда күлдім шалықтап. Еңбекке шыда ебін тап, сабырдың түбі саралтын. Өзім үшіл болмай ардақтай, қазақтың бәрі өз халқы. Өзім үшіл болмай ардақтай, қазақтың бәрі өз халқы. Зұлым бұл белді қарасаңдай,
жаңа себеп болмай ма? Патша боп қаныша тұрсаң да бір күні дәурені солмай ма? Патша боп қаныша тұрсаң да бір күні дәурені солмай ма? Bir күні дәурен солмай ма? Шәкәрім Құдайбердиев атамыз бұл әнде жалпы адам баласын, бүкіл халықты шыдамдылыққа, сабырлыққа, ізгі қасиеттерге үндейді. Ал әділдік әр нәрсені теңдестіріп ұстау, хаққысын беру, бір істі орын-орнымен орындау, ақиқат жолында нық тұру дегенді білдіретін адам бойындағы көркем мінез. Жалпы ислам дінінде әділдіктің 3 өлшемі бар. Алланың құзырында әділ болу, өзіңе әділ болу және өзгеге әділ болу. Атап айтар болсақ, біріншісі, тек Аллаға ғана құлшылық жасап дұға ету, бұйырғанын орындап тыйған амалдардан тыйылу, Алланың берген ризығына разы болып, сынақтарға сабыр ету. Ал екіншісі, Раббымыздың берген денсаулығына, дене болған аманатына қиянат жасамау, ар-ұжданды қорғау. Ал үшіншісі, тілмен, қолмен, өзгеге зиян тигізбеу, біреудің ақысын жемеу. Осы аталған 3 әділдікті берік ұстаған адам Алланың разылығына жетіп, өмірде де, ақыретте де бақытқа кенеледі. Ақыл ғылымның аса маңызды қайнары. Ал парасаттылық болса, танымның өте маңызды бастау бұлағы. Ақылды бола тұра, парасаты болмаған адамның көп нәрсе біліп, түсінгенімен, белгілі бір жетістікке жетуі өте қиын. Парасаттылық қандай да бір құбылысты сол күйінде, немесе оны жақыннан түсінуге мүмкіндік береді. Ақыл ой, ақыл мен ой, ми қызметінің ең жоғарғы сатысы болса, парасат рух танымының алғашқы баспалдағы болып саналады. Парасаттың шыңы даналық. Жалпы бүгінгі тақырыбымызды қорытатын болсақ, жалпы өскелең ұрпақты, болашақ балаларымызды ізгілікке, жақсылыққа, әділдікке, парасаттылыққа баулып, оларды тәрбиеге беруіміз үшін әрбір атана құс ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деп айтылғандай, әрбір атана өздерінің ізгі істерімен балаларымызға үлгі бола білсе, ал ұстаздарымыз мектепте тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп айтылғандай, біліммен бірге тәрбиені де қоса беріп отырса, біздің өскелең ұрпағымыз, болашақ балаларымыз барлық жақсы қасиеттерді бойына сіңіріп өседі деген ойдамын. Мен бүгінгі тақырыбымның қорытындысы ретінде, түйіндісі ретінде, түйіндемесі ретінде мынау барлық жалпы адамзаттық құндылық қасиеттер туралы насихатталған Қайпназар Айтпенов атамыздың «Ал бір мақал айтайын» деген термесін орындап беремін.
ақыл айтайын, тойсаң бір топ ақыл деген. Астылығың асқын сай, кездесер аштық бір деген. Ықпалың қанша ассадай, бір қалыпта жүр деген. Пайда бермес басыңай, көкірек керіп сөйлеген. Пайда бермес басыңай, көкірек керіп сөйлеген. Дүниеге сен мастанбай, шалқақтай берме тілдеген. Төгілер тассаң деген сөз, күмән жоқ анық шын деген. Менен зор ешкім жоқ демей, болса да күшің көп деген. Ақылың сенің асқын сай, санасып көппені жүр деген. Ақылың сенің асқын сай, санасып көппен жүр деген. Көптің бір тиері көмек ай, басыңа түссе істеген. Жалғыздық көріп жабағар, көптің бір қадірін білмеген. Абайлап сөйле сөзіңді ай, дұшпанның бірі тілдеген. Өзіңе жеңіл болғанмен, өзгеге ауыр сілдеген. Өзіңе жеңіл болғанмен, өзгеге ауыр сілдеген. Сөзбенен елді қаңғыртпай, адамның өмірі гүлдеген. Сым темір болсаң балға бар, қамырдай етіп илеген. Жігітке жомарт деген сөз, ұрынсаң найза түйреген. Ескі сарай бұл дүние, кімдер бір келіп кетпеген. Ескі сарай бұл дүние, кімдер бір келіп кетпеген. Рахатқа маланып, кімдер бір дәурен сүрмеген. Тас Сүлеймен пайғамбар, асты-үстін жердің билеген. Рүстем дастан Әлішер, күрескенде жауы күйреген. Солардан қане кім қалды, ажалдың оғай тимеген. Солардан қане кім қалды, ажалдың оғай тимеген. Рүстем дастан Әлішер, күрескенде жауы күйреген. Солардан қане кім қалды, ажалдың оғай тимеген. Солардан қане кім қалды, ажалдың оғай тимеген. Ал құрметті Facebook парақшасының оқырмандары және тыңдармандары, мен бүгін тікелей эфирімді осымен аяқтаймын. Көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар.